Армысыздар қадірлі жыр сүйер әлеумет. Қармақшы ауданындағы Көшінер Рүстембеков атындағы жыраулар үйінің кезекті онлайн концертін одан әрі жалғастырамыз. Шығыстың дана ақыны Фирдаусидің 35 жыл бойы жазған Шахнама дастанын қазақтың даңғайыр ақыны шайыры Сыр Сүлейлі Тұрмағамбет Істілеуов 10 айда тәржімалап өлеңмен үлкен ескерткіш тұрғызды. Алматыға алдырып, мінекей қызметке алып, Түрекеңді осыны аударыңыз, жаман болмайсыз, сізге өмірлік пенсия тағайындалады деп үлкен жұмыстардың басына кірісіп кетті. Өзіңе жүктейтін бір жұмысым бар. Мынау көзімнің майын тауысып жазған Фирдаусидің Шахнама дастаны, осы 40 мың жолдық аударманы көзіңнің қарашығындай сақта. Ұрпаққа ұлағатында, аманатында осы. Өзіңе аманат биға. Қазіргі тыңдайтын шығармаларыңыз Шахнама дастанынан үзінді. Рүстем мен Сұхрап батыр бөлімі. Әйгілі Зал батырдың баласы Рүстем батыр аңшылықта жүріп, Тахмина атты сұлуға ғашық болып, екеуі отау құрады. Тахмина мен Рүстем батырдан Сұхрап атты ғажап ұл келеді дүниеге. Сұхрап батыр да ата жолын қуған батыр, қайсар, қайратты ұл болып өседі. Сұхрап батыр күндердің күнінде сол елдің бір бегінің қызына ғашық болып, екеуі отау құрып, Иран мен Тұранның арасындағы Аққала дейтін жерге келіп қонады. Ол Аққала Кейқауыс атты бір қандыкөз палуан батырдың қаласы болып шығады. Сұхрап батыр отауын сол Аққалаға тігуді ойлайды. Бірақ сол қаланың қандыкөз батыры палуаны Кейқауыс және оның жалғыз қызы Кірдапырын екеуі Сұхрапқа қарсылық білдіреді. Қандыкөз қызы Кірдапырын Сұхрапты сынамақ болып, оны текетіреске шақырады. Әлқисса Сұхрап пен Кейқауыстың қызы Кірдапырын екеуінің текетіресіп жатқан жер екен дейді. Ата соның осы елдің қыз келіп аққуындай айдын көлдің баласы Рүстемнің Сұхрапқа ата жан ғашық болып деді келдім. Қызының қабыл көріп айтқан сөзін шәһіріп Сұхрапты алдырды өзін. Той қылып тамашалын некелетті, деп екі көзім қосылып қуанысып екі ғашық көркейді, көңілдері судай тасып, әртүрлі атасынан алып енші Сұхрап Сәмәнганға көшті асып. Шәһәріне Аққаланың қонды келіп, ол жерді Хажыр деген жүрген қорып, деп анадайдан айқай салып, шаңдата шауып атыны шапты көріп,
ақыры келмей жатып айтты ақылын. Сүрәп тұрып алды, келсең кел деп, асықсаң әкең енді бұрын өл деп. Найзасын қолындағы қағып тастап тұр деді, түйін қабақ көлденеңдеп. Найзашы тиіп қыздың қалқанына, тигенде шаш көрінді жан қамында. Айтып сөз осылайша өте сөкті ашуы арыстанның. Шыдайтын шығар найза келтекке деп. Бас жібін байталдар шай үзе қашқан, айттығым саған барып селтекте деп. Келмесін білмедің бе маған күшің, әкеңе бара жатса жанып ішің. Басыңды қағайын деп қылышпенен ұмтылды нар бурадай бұзып түсін. Қыз айтты қайратыңа енді маспын, өзіңді не етсең де ерік бастың. Осыдан өлтірмесең әперейін, амалмен ақ қаланың бар қоластың. Ақ қалаға барсаң еріп, қақпасын аштырайын хабар беріп. Ішіне кіргеннен соң ұрысуға болайын бір жағыңда өзім серік. Менің көп қыз болсам да қайрат күшім, найзамның өткіземін тастан ұшын.
аш ойын еді тастан әркімді қорғалаушы еді оған сасқан. Сондықтан ішіне қыз кіргеннен соң құтылдым ғой деп енді көңілі тасқан. Жоғары шығып алып салып айқай кетәрі кіре алмайсың деді қайқай. Ешерлер сен сияқты келгенменен бастарын кеткен бәрің шайқай шайқай. Сұқырап сол сағатта соғып санын аңдады аярлықпен алданғанын. О баста өлтіруім екен деді кең майдан ортасында сары даланың. Артықша алданған соң ашу қысты қақпаны қақайырып қылды күшті. Ішіне ақ қаланың атпен кіріп түн қырғын салып көрсетпісті. Қорққаннан барлығы да бағын делдің, дос болып бәрі болдың шағын бердің. Қалмаса қапияда қазы құрып кім тұрар жолын ондай шауын бердің. Есітіп алғандығын қаланы артықша прасияп мақтанады. Өлтіріп күйға ұстап патша бол деп Сұхрапқа 40 мың қосын ат салады. Олардың ішінде бар Марун Хуман, қашаннан қашырып жау көрген думан. Келген соң күйдіріп тәжхан көтеріп бұйрығын бітіруге белін буған. Уәзірін Апрасияптың сәнді рәсім ойласып отыратын жөндеп сөзін. Қайтпастан қызадағы қала берді қасында болайын деп енді өзім. Қаланың олға тарғы алып көбін өзіне етті нөкер уәзірбегін. Кейғауыз көзге қашан көрінеді деп ойласып отыр денді соның емін. Тұрмағанбет, аймақ, не болмаса бір ұлттың ғана деңгейінде зерттелетін тұлғадан көрі, әлемдік әдебиет пен әлемдік өркениеттердің өрлімі менен жымдасып жатқан тұлға. Мір араб медресесін бітірген Әл-Фарабиді, Ұлықбекті, шығыстың бар жұлдыздарын тәрбиелеген орта ғасырлық өркениет, оның соңғы шәкірті дегенде тағы да Тұрмағанбет келеді. Біз түрмеде ұстап, зорға дегенде қанын тамшылатып отырып, шахнаманы жаздырып алып қалыппыз. Өзімізге деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сол деңгейде ғана. Қалған Тұрмағанбетті көміп кеттік. Болашақ зерттеулер мен зерделеулер үшін.